Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін біз өте дәмді торттардың бірі королевский тортын жасайтын боламыз. Өзім жиі отбасыма арнап осы тортты жасап тұрамын. Себебі өте дәмді, ерекше әрі жасалуы оп-оңай. Тортымыз 4 корждан тұрады, бірақ мен екіге бөліп жасаймын. Бірінші, екі коржын, содан соң 2 коржын пісіріп аламын. Егер сізге барлығын бірден жасаған ыңғайлы болса, солай жасап көріңіз. Қазір бірінші 2 коржын жасаймын. Осыларды пісіріп жатып, қалған 2 корж жасайтын боламын. Ол үшін ең әуелі 2 жұмыртқаға қант қосып, қант ағарып көпіргенше шамамен 5-6 минут миксерлейтін боламын. Барлық керекті заттар видеоның описаниесіне жазылған. Егер сіз 4 коржды бірден дайындайын десеңіз, ол да өз еркіңіз. Енді 1 стақан қаймаққа 1 ас қасық ас содасын қосып араластырам. Осы сәтте қаймақ пен ас содасы реакцияға түсіп, қаймақ көпіреді. Негізі ас содасын қаймаққа, айранға қосып, осылай араластырып алса, ас содасының дәмі білінбей қалады. Міне енді осы қаймақты жаңағы массамызға құйып, барлығын тағы да миксермен араластырамыз. Біздің массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Енді 1 стақан ұнды шамамен 3 бөлікке бөле отырып массамызға қосып миксерлейтін боламыз. Міне мен бірінші бөлігін қосып алдым, енді екінші бөлігін қосып миксерлеймін. Содан соң соңғы 3-ші бөлігін қосып барлығын миксерлейтін боламын. Ұнды бірден қосып жібермеңіз, осылай бөліп қосу керек. Міне бізде осындай масса пайда болды. Енді массаны 2-ге бөлемін. 2 бірдей бөлікке, бір бөлігіне мейіз қосамын, араластырамын. Міне бұл бізде жаңағы тортымыздың 2 коржы. Енді екінші бөлігіне жаңғақ қосамын, грек жаңғағын араластырамын. Енді бізге осындай форма қажет болады. Мендегі 22 диаметрлік форма, 20-18 диаметрлік формаға жасайтын болсаңыз, онда тіптен жақсы, корждарыңыз өте күшті биік болып әдемі болып піседі. Ал егер 24-26 диаметрлік формаға жасайтын болсаңыз, уже корждарыңыз өте аласа болып қалады. Жаңағы біздің қосатын ингредиенттарымызды 2 есе ұлғайту керексіз онда. Міне жаңағы массамды мен формаға құйдым. Егер сіз бұл тортты бірінші рет жасайын деп жатқан болсаңыз, формаға пергамент қағазын төсеп бірақ құйғаныңыз дұрыс болады осы массаңызды. Себебі біздің корждарымыз піскен кезде пергамент қағазымен бірге алу өте оңай болады. Бірінші коржымызды пешке жібердік. Осы сәтте қалған 2 корж дайындай береміз. Жаңағында жұмыртқа мен қантты араластырамыз. Одан қаймақ қосып, соңында ұн қосып, соңғы 2 коржымызды дайындап аламыз. Міне бірінші коржымыз пештен шықты. Жан-жағын пышақпен немесе осындай лопаткамен формадан ажыратып алыңыз. Егер сіз бірінші рет дайындап тұрған болсаңыз, онда формаға пергамент қағазын төсеп жасасаңыз, сізге жаңағы коржды формадан ажырату оңай болады. Міне енді төңкеріп формадан ажыратып аламыз. Енді біз келесі мейіз қосылған 2-ші коржды дайындаймыз. Шамамен пешке 20-25 минутқа біздің коржымыз көтерілгенше пісіреміз. Осы сәтте біздің қалған 2 коржымызға біреуіне мақ қосамыз, араластырамыз, келесісіне какао қосып араластырып дайындап қоямыз. Міне бізде 2 коржымыз дайын. Енді біз ортасына жағатын кремді дайындаймыз. Ол үшін қаймақ пен қанты ерігенше жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Міне біздің барлық корждарымыз дайын болды. Енді тортты жинаймыз. Ең бірінші мен какао қосылған коржды соңғы астына жібердім. Үстіне аямай қаймақты жағыңыз. Қаймақ міндетті түрде 20% болу керек. Содан соң 2-ші коржға мейіз қосылған коржды салып, тағы да үстінен жақсылап аямай қаймақты жақтым. Егер сізде қолдың қаймағы болса, тіптен жақсы. Тортымның 3-ші бөлігіне мақ қосылған коржды салдым. Неғұрлым қаймақ қою болса, соғұрлым торт тәтті болады. Ең соңғы бөлігінде менде жаңғақ қосылған коржым өте тіп-тік болып шықты. Сол себепті үстіңгі коржға жаңағы бөлікке жібердім. Енді осы коржымның да үстінен аямай қаймақ жағатын боламын. Барлығын бір келіп кетіп тегістеп жағып алған соң, қаймағы кепкенше холодильникке қойып қоямын. Сосын барып тортты әрлейтін боламын. Міне холодильниктен алып шықтым, формасын шештім, жан-жағына артылған қаймақ жағып, өзімнің фантазияма қарай тортты әрлеуге кірістім. Міне бірінші
бетіне шоколад құйдым, арақ есептім, печеньелар қойдым. Енді тортты әрлеу өзіңіздің ары қарай фантазияңызға қарай, міндетті түрде қаймақты толықтай кептіріп алып тортты әрлеген дұрыс. Міне осымен біздің өте дәмді әрі әдемі ерекше королевский тортымыз дайын. Сіздерге де міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып кетіңіз.